Ильяс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасына арналған буктрейлер. Арқа даласы өзінің шексіз кеңдігімен, көркем табиғатымен ерекше өлке. Сарыарқаның киелі төрі Ерейментау. Мұндағы асқар таулардың айбыны, мөлдір көлдердің тазалығы мен бұлақтардың тұнық суы жанға ерекше тыныштық сыйлайды. Әр мезгілдің өз бояуы, өз әуені бар. Осы сұлу даланың төрінде өмір сүрген атақты сал сері ақын Ақан сері Қорамсалұлы. Оның жанына сереп, көңіліне қанат болған тұлпары құлагер. Ақан сері құлагерді ерекше баптап, бәйгеге қосуға дайындайды. Бір күні арқа жерінде бұрын сонды болмаған үлкен ас берілетін жайлы хабар тарайды. Бұл Сағынай байдың асы еді. Елдің түкпір-түкпірінен мыңдаған адам жиналып, бірнеше күнге созылған думанды той басталады. Киіз үйлер тігіліп, қымыз көлдей ағылып, ел қуанышқа бөленеді. Осы асқа Ақан сері де құлагерін алып келеді. Жұрт тұлпардың сымбатына, жүйріктігіне таңырқап, сүйсіне қарайды. Тіпті атақты сыншы Күреңбайдың өзі құлагерді нағыз тұлпар, хас жүйрік деп жоғары бағалайды. Бірақ бұл қуаныштың көлеңкесінде қызғаныш та бар еді. Батыраш атты бай өзінің Көктүйін атты тұлпарына сеніп келгенмен, құлагердің үстемдігін көріп, іштей өшпенділікке булығады. Ол бұрында құлагерді сатып алмақ болғанымен, Ақан сері бермеген еді. Енді ол кек алуды көздейді. Бәйге басталды. 300-ден астам жүйрік жер қайыстыра шауып келеді. Қалың шаңның арасынан құлагер суырылып алға шығады. Бірақ дәл сол сәтте жыланды жырада оны қастандық күтіп тұр еді. Батыраштың адамдары тығылып тұрып, құлагерді айбалтамен ұрып мерт етеді. Артта қалған аттар бірінен соң бірі мәреге жетеді. Бірақ құлагер жоқ. Жыра ішінде сулап шыққан сүйікті тұлпарын көргенде, Ақан серінің жан дүниесі күйреп, жүрегі қан жылайды. Өмірінің мәні жоғалғандай болады. Сол қайғыдан туған мәңгілік ән, мәңгілік мұра. Ақан сері домбырасын қолына алып, құлагерге арнап зарлы әнін шығарады. Бұл тек бір тұлпарға емес, әділсіздікке қарсы тұрғанның адалдықтың үні еді. Ильяс Жансүгіров осы поэмасы арқылы өнер мен шынайы адалдықтың зұлымдықтан да биік екенін көрсетеді. Құлагер мерт болғанымен, бірақ оның рухы мен аққанның әні халық жүрегінде мәңгі сақталады.